Қайырлы күн достар, бүгін кабачкидан икра жасап үйренеміз. Ол үшін алдымен кабачок көкөнісін алып, бірнеше бөліктерге бөліп тастап, оны ет тартқыштан өткіземіз. Менің кабачким өте үлкен, себебі бізде бұл огородтікі, және үлкендерін де пайдалансаңыздар дәмдірек болады. Ет тартқыштан өткізу барысында суы өте көп шығады, бірақ барлық суын бөлек ыдысқа құйып аламыз, әйтпесе икрамыз тым сұйық болып кетеді. Келесі көкөнісіміз бізде пияз, яғни жуа. Оны да бірнеше бөлікке бөліп, ет тартқыштан өткіземіз. Жуаның да суы көп шығады, жаңағындай бөлек ыдысқа құйып, немесе ситадан өткізіп аламыз. Болғаннан кейін келесі көкөнісіміз бізде сәбіз. Сәбізді де ашып, жуып, бөліктерге бөліп, өткіштен өткіземіз. Сәбізден су шықпайды, және бұл өте жақсы. Сәбізден кейін келесі біздің көкөнісіміз ол тәтті бұрыш, бірақ та бұны қосуға маңызды емес. Қайнату барысында ащы бұрыш қосуға болады, бірақ тәтті бұрыш қосаңыздар дәміне қышқылдық беріп, керемет дәм шығарады. Оны да өткіземіз. Келесі көкөнісіміз бұл қызанақ. Қызанақты да ашып, жуып, турап тастап, өткіштен өткіземіз. Оның суын сығып керек жоқ, шамалы ғана төгеміз. Кейін қазанға, яғни шұңғыр ыдысқа маймен қызанағымызды құйып, араластырып, оның үстіне дәміне қарай тұз және де қант саламыз. Ингредиенттердің барлығын описанияға қалдырамын. Ағаш қасықпен араластырып, бетін жауып, 10 минутқа қойып қоямыз. О 10 минуттан кейін қызанағымызды араластырып беріп, үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді салып болғаннан кейін араластырып, тағы бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут өтті. Кейін пиязымызды саламыз. Мен қазір тәтті бұрышты да салып жіберемін, бірақ соңына қарата ащы бұрыш қана салуға болады. Қызыл бұрыш яғни. Бірақ мен де қазір осылай сала саламын. Араластырып 15 минутқа қойып қоямын. Газдың оты орташа болу керек, яғни орташа отта бұқтырылуы тиіс. Бетін жауып қойып қоямыз. Міне 15 минуттан кейін кабачкиімізді саламыз. Кабачкидің суын әбден төгіп аламыз. Бәрін жақсылап салғаннан кейін араластырып, бес минутқа қойып қоямыз. 5 минуттан кейін ашып, уксус құямыз. Және де кетчуп. Кетчупты томат пастасымен алмастыруға болады. Жақсылап араластырып, 20 минутқа қойып қоямыз.
20 минуттан кейін бізде өте дәмді қысқа арналған икра шығады. Ыстық күйінде таза банкілерге салып қоямыз. Өте дәмді, ауызда еритін, керемет, дәмі тілі еретін икра шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.